тапсырма арыстан мен қозы тақырыбын қараймыз. Қарап отырмыз ба? Оқыдық па балалар? Дайынбыз ба? Ал енді арыстан мен қозы тақырыбын бір оқушы оқып бере қойсын, екінші оқушы түсінгенін айта қойсын. Кім оқиды? Ал Маржан оқи ғой. Тыңдаймыз. Туған қозының ішіне жаңа туған қозыны әкеліп тастады. Түк білмейтіндей жаңа туған қозы арыстаннан қорқудың орнына оның жанына жақын барып үсті-басын иіскелеп мазасын алады. Арыстаннан өзімнің менен деп ойласа керек. Мұны көрген аң патшасы жас қозыны бас салып жеудің орнына аңқиып тұрып қалды. Жарайды, отыра ғой Маржан. Маржанның келген жерінен бастап кім оқиды? Ал Рамазан. Ал қозы, қарап отырыңдар енді. Ал қозы емес қайта оған жабысып жақындай түсті. Айбатты арыстан жас қозының сүйкімді сәби қылығына қайран қалғандай тәкаппар ұлылық пен әрі іштей бір бейкүнә жылылықпен қайта қарай береді. Оны жей салуға батылы жетпеді. Сөйтіп аш арыстан еріксіз көз жұмып қалды. Ал балалар, бұдан не түсіндік? Кім түсінгенін айтады? Бірде арыстан Тұрған торының ішіне жаңа туған қозының ішіне тастап әкеліп тастайды. Түк білмейтін қозы не істейді? Оған арыстанның ашуы шықты ма? Жоқ, арыстанның ашуы шықпады. Неге? Сүйкімді қозы оны өзінің әдемілігімен, сүйкімділігімен баурап алды. Өйткені ол жерде қозы арыстанның айбатты екенін білмеді. Ал тағы кім оқиды? Үй тапсырмасын Альфия оқиды. Ал. Бірде арыстан тұрған тордың ішіне жаңа туған қозыны әкеліп тастады. Түк білмейтін жаңа туған қозы арыстаннан қорқудың орнына оның жанына жақын барып үсті-басын иіскелеп мазасын алады. Арыстанның өзінің менен деп ойласа керек. Мұны көрген аң патшасы жас қозыны бас салып жеудің орнына аңқиып тұрып қалды. Ал қозы болса Тыңдаймыз. одан әрі бергісіз сүйген қозы емес. Қайта оған жабысып жақындай түсті. Айбатты қозының ішінде сәби қылығына қайран қалғандай тәкаппар ұлылықпен әрі іштей бір бейкүнә жылылықпен қайта қарай берді. Оны жей салуға батылы сөйтіп аш еріксіз көз жұмып қалды. Ал өзің оқығаннан өзің түсіндің ба? Не түсіндің? Альфияға сұрақ қоямыз ба? Кім сұрақ қояды? Неге жолбарыс Арыстан қозыны жемеді? оның бейкүнә екенін білді. Оның бейкүнә сүйкімділігіне қызықты, оған жаны ашыды. Өзінің айбатты екенінде ұмытып қалды. Отыра ғой, келесің. Келгенін оқи ма? Дауыстап. Бірде арыстан тұрғанда жаңа туған қозы әкеліп тастады. Оқушы қалай отырады? Балалар, оқушы қалай отырады?
сендер айтқан тілектерді тақтаға жаздым. Осы тілектерді алдарындағы отырған әдебиетті оқу дәптерімізге жазып қоямыз. Қане кеттік кірісеміз. Жазамыз балалар. Әдемілеп жазамыз. Әдемілеп түзу. Келесі бізде тапсырма мынандай болып тұр балалар. Досыңмен, яғни қасындағы отырған жұбыңменен кез келген бір табиғаттан көрініс. Я болмаса кез келген бір табиғаттың бір несін, көрінісін, я болмаса күн, бұлт, неше түрлі суреттер салуға болады. Алдарында берілген мынандай нелерге берілген параққа олай болатын болса, жазып болған болса, біздің келесі тапсырма бізге мынандай тапсырма береді. Табиғат бізге не береді дедік жаңа балалар? Табиғат бізге барлық керек жарағымыз береді. Табиғатсыз біз ешқандай күн көре алмаймыз. Біз нанды қайдан аламыз? Табиғаттан аламыз. Қалай сонда? Жерге біз дәнді егеміз, ол дәннен не шығады? Бидайдан ұн шығады. Оннан сол сияқты табиғаттан, яғни біз су, табиғаттан сусыз да күн көре алмаймыз. Ал енді сендерге мынандай тапсырма берейін деп тұрмын балалар. Жұптық жұмыс. Яғни сендер өз қасында отырған достарымен ойласа келе табиғаттың кез келген бір көрінісіне сурет саламыз. Алдымызға мен барлығына мынандай бір ақ парақ таратып бердім. Осы ақ параққа өз жұбыңмен ойласу арқылы кез келген бір сурет саласыз. Ал кеттік. Сендер күннің суретін салсаңдар болады. Бұлттың суретін салуға болады. Мына неге таудың суретін салуға болады. Таудың жағасындағы гүлдердің суретін салуға болады. Ал кеттік. Досымызбен ойласамыз, міндетті түрде бұл жұптық жұмыс. Ал саламыз. Сіздер не сурет салай деп жатсыңдар? Таудың ба? Ыңсая таудың сурет салай деп жатсыңдар ба? Не, мына кітапқа қарасаңдар да барлық табиғаттың көрініскен суреттер бар. Мына жауының суретін салсақ та болады балалар. Жарайды, мына екі оқушы өте әдемі кірісіп кетті. Болады. Ой, молодец. Сіздер не сурет саласыз? Ой, молодец, тамаша. Сіздер уже сурет бітіп қояйын депсің ғой? Таудың етегінде жайқалып өсіп тұрған гүлдері де әдемі көрінеді. Болған жүк болдым деп белгі беріңдер, жарай ма? Ал бұлай кетіп па балалар? Әлде салып жатырмыз ба? Қандай шығады суреттер? Табиғатты жақсы көреміз ба? Табиғатты жақсы көреміз. Бұл қай мезгілді суреттер жатсыңдар? Қай мезгілді суреттер жатсыңдар? Көктем мезгілді суреттер жатсыңдар. Дәл қазір қандай мезгілі? Көктем мезгілі. Жарайды.
Ал, қандай сурет салдыңдар? Ненің суреттерін салдыңдар? Таудың арасынан ағып тұрған бұлақтың суретін салдыңдар. Жарайсыңдар балалар. Өте тамаша. Қаны? Барлық сурет алға. Бірінші жұптың суретінде жаңбыр жауып деген. Ой, молодец. Налардың суретінде күн жарқырап тұр. Таудың суретін салыпсыңдар, иә? Тамаша сурет